Ассаламуалейкум. Халық даналығы каналының құрметті көрермендері. Мен бүгін сіздерге көк аспанның еркесі бүркіт туралы әңгіме өрбітемін. Өйткені халқымыз заманнан бері кең табиғаттың аясында өмір сүріп, өзімен бірге қолға бағып үйретіп бүркітті өзінің досына, өмірінің бір бөлігіне айналдырған. Сондықтан мен сіздерге басқалар біле бермейтін бүркіттің 7 қасиетін айтамын. Ең қызығы соңында болғандықтан менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Әуел бастамас бұрын қызық сұрақ. Сіз тотықұс жайлы не білесіз? Тотықұс сөйлейтін құс, бірақ ол биікке ұша алмайды. Ал бүркіт үнсіз, бірақ оның көк аспанды қанатымен тіліп түсетін құдіреті бар. Самға ұшады. Бұл қасиеттер адамдыққа, даналыққа, батырлыққа жетелейді. Бүгін сіздерге сол бүркіттің 7 қасиетін әңгімелеп беретін болам. Бірінші қасиеті: бүркіттер биікте жалғыз ғана ұшады. Бүркіттер торғайлармен, қарғалармен және басқа да ұсақ құстармен бірге ұшпайды. Адамдар да солай болу керек, яғни тар ойлайтын адамдардан аулақ бол. Сені төмен тартатын адамдардан алыста. Өзіңе қажетті орта таңдауың керек. Бүркіттер бүркіттермен ғана бірге ұшады. Сондықтан сенің қасыңда жүрген адамдар сенің болашақта қандай адам болатыныңды білдіреді. Сол себепті жақсы орта таңда, жақсы өмір сүр. Екінші, бүркіттің көру қабілеті өте күшті. Бүркіт 5000 метр қашықтықтағы нысананы көре алады. Яғни ол аспанда жүріп жердегі өзінің қажетті нысанын таба алады. Қанша кедергі болса да, бүркіт олжасын ұстап алғанша назарын одан алмайды. Сен де өмірде мақсатпен өмір сүр. Қандай қиындықтар болса да берілме, сонда міндетті түрде жеңіске жетесің. Үшінші, бүркіт қорықпайды. Бүркіт ешқашан олжасының үлкендігіне немесе күшіне қарамайды. Ол әрқашан жеңу үшін күреседі, немесе өз аймағын қайтарады. Сенде қиындықтарың қаншалық үлкен болса да, қашпа, қарсы тұр. Табысты адамдар қорықпайды, олар қиындықтарға күле қарайды. Төртінші, бүркіт табанды. Бүркіт дауылды, бұрқасынды жақсы көреді. Аспан алай-дүлей болғанда бүркіттер қуанады. Өйткені олар дауылдан пайдаланып, одан да жоғары көтеріледі. Дауыл кезінде бүркіт бұлттың үстіне шығып, қанатын кең жайып еркін қалықтайды. Ал басқа құстар ағаш бұтаның бұтақтарына тығылып қалады. Сен де жетістікке жеткің келсе, қиындықтан қорықпа. Керісінше бетпе-бет кел, жығылған орныңнан тұр, алдыңа қара. Бесінші, бүркіт ешқашан өлі ет жемейді. Бүркіт өлі жемтік жемейді, яғни ол өзі тапқан олжаны ғана жейді. Сен де жетістігіңе ғана сүйенбе, әрқашан жаңа мақсаттарды бағындыруға ұмтыл. Өткенді өткен шақтың еншісіне қалдыр. Алтыншы, бүркіт балапандарын ұшуға дайындайды. Бүркіт балапандарын ерте шыңдау үшін, тас түлекке айналдыру үшін ұясындағы жұмсақ қауырсындарды алып тастайды. Сонда балапандары жайсыздық сезінеді. Бұл ұшуға дайындық. Ақырында ұяда қалу олар үшін қиын болған кезде балапандар ұшып кетеді. Сен де жайлылық аймағынан шық, өзіңді өмірдің домына пештеріне таста, шынықтыр. Үйрен бүгін сұмдықтарды сүймеуге, төтеп берем десең ертең күйреуге. Үйрен бүгін жалаң аяқ от басып, ертең отқа салса дағы күймеуге. Дегенде өсу жайлы жерде болмайды. Жетінші, бүркіт өміршең. Бүркіт қартайғанда оның қауырсындары әлсірейді. Ол бұрынғыдай жылдам әрі биік ұша алмайды. Сонда бүркіт таудағы бір алыс жерге кетеді. Сол жерде ол әлсіз қауырсындарын жұлып, тырнақтарын тастарға соғып сындырады. Бұл өте ауыр әрі қанға толы процесс. Ол жасырын жерде қалады. Жаңа қауырсын, жаңа тырнақ өсіп шыққанша, содан кейін бұрынғыдан да биікке ұшып шығады. Сен де кейде
Біз де ескі әдеттерімізден арылуымыз керек. Қаншалық қиын болса да, өмірімізге пайдасы жоқ, бізді ауырлататын нәрселерден бас тартуымыз қажет. Осы видеоны соңына дейін көргеніңізге сізге үлкен рахмет. Тағы да шабыт беретін дүниелер үшін бөлісіп жазылуды ұмытпаңыз. Қандай ойлармен бөліскіңіз келеді, бізге жаза кетіңіз.